Қайырлы күн достар. Бүгін біздер 16-шы сұраққа келдік. Бірінші нұсқаны талдап жатырмыз. Алғашқы аквалангты жасаған теңізші. Жалпы енді бұл жерде келтірілген бүкіл ғалымдар география белгілі бір еңбектер сіңген. Соның ішінде әрқайсысына қазір жеке-жеке мәліметтер келтіретін боламыз. Акваланг дегеніміз қысқаша аква, яғни су, Langs деген ғой, ағылшынша L. Енді ағылшында Langs деп өкпен айтады, яғни судың астында акваланг дегеніміз не? Ол судың астында арттарына киіп арқаларына киіп жүреді, дем алуға арналған құрал ғой, дұрыс айтқанда. Яғни сол аквалангты жасаған теңізші керек бізге. Енді кеттік жеке-жеке ғалымдарға характеристика берейік. Біріншісі Крузенштерн. Жалпы енді Крузенштерн бізде орыс ғалымдарынан Крузенштерн Иван Федорович, ол бізде Эстония жерінде дүниеге келген, және саяхаттың соңында Таллинде қайтыс болған. То есть Эстония жерінде Хагу дейтін жерінде дүниеге келген, Таллинде қайтыс болған астанасында. Жалпы саяхатшы, ол бізде негізгі орыс үкіметінде, орыс үкіметінің дүние жүзіне айналып шығу дейтін негізгі жоспарын құрған кісі. Жалпы өмірінде Тынық мұхитының тұңғыш атласын жасап басып шығарады, яғни Тынық мұхит картасының. Және де осы еңбек үшін 1826 жылы контр-адмирал атағын алады, 16 жыл бойы теңіз корпусын басқарады. Жалпы саяхаты Атлант мұхиты, Горн мүйісі арқылы Тынық мұхитта Гавай аралдарына барып шығады. Жалпы Надежда және Нева кемелері арқылы саяхаттаған. Одан ары қарай Нева Аляскаға беттеп, Надежда Камчатка Жапония жерлеріне қарай кеткен екен. Жалпы енді Крузенштерн туралы негізгі мәлімет ол Тынық мұхитының тұңғыш атласын жасап шыққан орыс ғалымдары, сонымен қатар бүкіл дүние жүзіне айналып шығайық деген нені ұстанған, яғни жоспарды ұсынған орыс ғалымы. Суреті міне. Екінші жауап бізде, демек, аквалангты жасаған теңізші емес екен. Жауапты жасай берейік. Александр Гумбольдт. Жалпы енді Гумбольдт туралы негізгі мәлімет ол бұл да негізгі, яғни теңізге қатысы жоқ, көбіне оңтүстік Американы немесе құрлық үшін зерттеген географ ғалым, ұлты неміс. Сонымен қатар Қазақстан жерін зерттеген айтпақшы. Гумбольдт міне Ертіс жағалауында, Семейде, Петропавлда, Оралда, Қырау өлкесінің астаналары Омбы мен Орынборда, Каспий теңізі, Эльтон көлінде болып, сол жерде зерттеу жұмыстары міне микробиология, зоология, геология мәліметтері ғылымының жаңа тарауын, яғни көлтану саласына қосқан құнды үлес болды. Яғни дұрыс айтқанда, сол жердің биологиясын, зоологиясын, геологиясын зерттеген ғалым. Негізгі Гумбольдтқа байланысты келетін дүние, ол бізде 1804 жылы оңтүстік Америка жасаған сапарынан оралып, Гумбольдт 30 томдық есеп дайындап, оның ішіне 1000-ға жуық суреттер қосылды. Яғни ол өзін толыққанда оңтүстік Американы зерттеген, оңтүстік Америкадағы ботаниканы зерттеген, сол жерде геологиясын зерттеп шыққан ғалым ретінде танимыз. Сонымен қатар Ориноко, Куба, Мексика өзендерінің аңғарларын зерттеген, және де Чимбороссо жанартауын бағындырып 6000 километр биіктікке дейін көтерілген, яғни сол уақыттағы, сол кездегі альпинистика бойынша әлемдік рекорд қойған. Одан кейін әлемдік рекордты Эверестті бағындырған адамдар қойған ғой, қысқаша айтқан кезде. Жалпы Гумбольдттың негізі біз көбіне қай кезде өтеміз? Оңтүстік Американы өткен кезде талқылайтын боламыз, алдағы уақытта егер келіп жатса. Одан кейін Жакев Кусто. Жакев Кусто ол бізде әйгілі француз мұхит зерттеушісі, фотограф, режиссер, өнертапқыш, көптеген кітаптардың, фильмдер авторы. Енді жалпы Жакев Кусто міне Эмиль Ганьянмен бірігіп 1943 жылы алғаш рет акваланг ойлап тауып, оны тексеруден өткізген. Яғни акваланг міне адам су астында дем алуына арналған арқа асатын құрал. Дем автоматты ауа қысымын төмендететін клапан өніш бойына берілетін баллондарға тығыз ауа арқылы қамтамасыз етіледі. Яғни жаңа айтқан дүние ғой, судың астына түсу үшін. Жалпы біздің демек сұрағымыздың дұрыс жауабы қайсы болған? Жакев Кусто болған екен, біздің дұрыс жауабымыз С. Гумбольдт берейік, демек мына екісі тоже жауап емес. Тур Хейердал мен Мартин Бехайм туралы мәліметтер берейік. Тур Хейердал
негизги маалимат онун Контики экспедициясы, яғни осы экспедиция аркылуу таанымал. Ол аркылуу Полинезия аралдарына, Жаңа Зеландия жерлерине, яғни Австралияга карай не істеген, сапар шегеді дұрыс айтканда. Сонымен қатар оңтүстүк Америкада да тоже не істеген, саяхат шегип кайткан. Контики деген кино бар. Тур Хейердал дегенде кателеспесем кинолар бар, яғни интернет желісінен карасаңыздар болот, ютубта да бар, кезинде көргем. Жалпы осындай бір өзінің қызықты саяхаты туралы кино түсірілген. Одан кейін соңғы біздің географымыз Мартин Бехайм. Мартин Бехайм негізі глобус жасаумен тарихта қалған. Жалпы 1959 жылы 6 қазан айында Нюрнберг қаласына дүниеге келген. Және де ол оның негізгі еңбегі бізде глобусты, міне осы яғни ол глобус жасауға ұсыныс жасайды, және соған Мартин келіседі, және осылай глобус жасауға кіріседі. 1492 жылы глобус дайын болады. Глобустың диаметрі 507 мм, бірақ онда көлденең жоқ еді. Бірақ глобус экватор сызығы, меридиандар, тропиктер көрсетілген еді. Сонымен қатар глобус әртүрлі елдер мен олардың тұрғындары суреттері бар еді. 1493 жылы Мартин Бехайм Португалияға барды. Содан соң ол Файл аралында сауда жасайды. Одан кейін 1507 жылы Мартин Бехайм қайтыс болды. Яғни Мартин Бехайм ол бізде алғаш тұңғыш глобус жасаушы. Глобус ол бізде жердің дәл үлгісі. Жақсы, бүгінгі сұраққа байланысты негізгі жауап білу керек дүние осы, яғни ғалымдар туралы сәл де болса мәлімет, және де алғашқы акваланг жасаған адам ол бізде жасаған теңізші Жак Ив Кусто болады.